Бүгінгі жолдауда барлығымыз бірге отырып тамашаладық. Өте өзекті мәселелер қозғалды деп айтуға болады. Соның ішінде әрине ол ең бір халыққа керектісі ол инфраструктура жағы, автоөндірісті, темір жолды, автожолдарды дұрыстау мәселесі, жөндеу керек, жаңа реформалар керек деген мәселе өте жақсы, халыққа қолайлы болды деп айтуға болады. Одан кейін әрине тәрбие саласы болғаннан кейін мына жастар арасында лудоманияны қозғау, вейптерге тыйым салу, электронды темекілер, оның барлығы әрине қазір кішкентай жастан қолдану өте қарқынды дамып кеткендіктен біз осы шешімге өте қатты қуаныштымыз. Әрине оның адам денсаулығына, жастарымызға зиян екені белгілі. Одан кейін ғылым білім саласында да жасанды интеллект деп жатамыз. Осы салалардағы мәселелер де қозғалды. Әрине жаңа заман болғаннан кейін жаңа дәуірдегі жаңа дамулар осы жасанды интеллекттің көмегімен жүзеге асатындығын, оның жемісін қазіргі кезде қарапайым халықта көріп жатқандығын айта кетуге болады.